Бейіштердің аттары. Ислам жазма бұлақтарында 8 бейіштен аты төменгіше ескеріледі. Бірінші бейіш Дарул Джалал, ақ берметтен жасалған. Екінші бейіш Дарус Салам, қызыл жақұттан жасалған. Үшінші бейіш Джаннатул Мава, бұл жер жашыл асыл таштан жасалған. Төртінші бейіш Джаннатул Хул, сары маржандан жасалған. Бешінші бейіш Джаннатун Наим, бұл жер ақ күміштен жасалған. Алтыншы бейіш Дарул Қарар, қызыл алтындан жасалған. Жетінші бейіш Джаннатул Фирдаус, бұл жердің бір ташы күміштен, бір ташы алтындан, бір ташы жақұттан, бір ташы жашыл асыл таштан жасалған. Сегізінші бейіш Джаннатул Адын, бұл аппақ берметтен жасалған. Жеті бейіштен ең үстінде орын алған. Бейіштердің ешіктері. Азирети Ибн Аббастың мұндай деген айтылады. Бейіштердің 8 ешігі бар. Алар алтындан болып, қауқар берметтер менен қоздолып жасалған. Ар бір ешікке ар қандай улуу сөздер жазылған. Бірінші ешікте мұндай сөз жазылған. Ла иляха иллаллах, Мухаммадур Расулаллах. Аллахтан башқа құдай жоқ. Мұхаммад анын елчisi. Бұл ешіктің босығысын пайғамбарлар, елчилер, шейіттер жана берешендер атташат. Екінші ешікте бұл сөз жазылған. Бұл намаз оқығандардың ешіге. Бұл ешіктің босығысын даратын толы қалып, намазын чын ықластан оқығандар атташат. Үшінші ешікте бұл сөз жазылған. Бұл мал мүлкінің зекетін бергендердің ешіге. Төртінші ешікте мұндай сөз жазылған. Бұл елді жақшылыққа чақырып, жамандықтан қайтарғандардың ешіге. Бешінші ешікте бұл сөз жазылған. Бұл напсисін теске салып, құмарына азғырылбағандардың ешіге. Алтыншы ешікте бұл сөз жазылған. Бұл ажылыққа жана умраға барғандардың ешіге. Жетінші ешікте мұндай сөз жазылған. Бұл Аллахтың жолында күрешкен чынығы мужахидтердің ешіге. Сегізінші ешікте мұна бұл сөз жазылған. Бұл ешік арам нәрселерді қарабағандардың, жақшылық іштер менен алек болғандардың. Тақтап айтқанда, ата енесіне қызмат қылған, туған туышқандарына барып, ала балын сұраған жана елге жақшылық қылғандардың ешіге. Бұл баян ең сүйікті пайғамбардан ең пайдалы дуалар кітабынан алынды. Урматтуу мұсылман бір туғандар, бізден Иқро Медиа каналыбызға катталыңыздар.